Илон Масктың сөзі бар емес пе, ядролық қарудан да қауіпті. Ол кісі мысалы пессимист қарайды бұл нәрсеге. Мен де оны түсінемін, бірақ ол да түсініп тұр ғой, қаншалықты ол адамдарды басқара алмайсың ғой. мен қазір екеуміз сөйлесіп отырмыз, мен сіздің басыңызда не отқанын мен түсінбеймін, көрдіңіз бе? Ол жасанды интеллект солай ғой, ол не ойлап жатыр, мүмкін ол план дайындап жатқан шығар. Сонда жасанды интеллекті бір жылдар ең басында LLM бәрі шыққан кезде, генеративті AI шыққан кезде, Facebook компаниясында не болған, боттар болатын кейбір жұмыстарда, мысалы енді программист жасайтын жұмыстарды автоматизациялап, боттар бір-бірімен сөйлесіп жүретін, бүйтіп жасайтын. Бір күн жүріп қараса, боттар басқа тілде сөйлесіп отыр да. Сондықтан да бүйтіп ақтарса, боттар жасанды интеллект өздеріне тіл ойлап тауып алған. Өздеріне жеке тіл ойлап тауып алған, сол өздерінің тілдерінде сөйлесіп отыр. Оларға біздің тіл оған керек емес. Әлі технологиялық сингулярностьқа әлі келген жоқпыз. Бірақ енді ойлаймын, бұл салада өте шектеулер, өте протоколдар өте қатаң болу керек. Бір зат жіберілетін болса, жасанды интеллект ол мүмкін қателікті кешіруі мүмкін.